Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін пешті қажет етпейтін, табада өте тез дайындалатын печеньенің жасалу жолымен бөлісемін. Алдымен бір жұмыртқаны ыдысқа саламыз. Содан кейін артынан 3 үлкен қасық қант, 1 үлкен қасық ванилин, 3 үлкен қасық сұйық май, 3 үлкен қасық кез келген пайыздағы қаймақты қосып, жақсылап араластырамыз. Қанты еріп, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырасыздар. Осы каналымда түрлі рецепттермен бөлісемін. Аптасына 2 рет жаңа рецепт шығарамын. Сондықтан видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұйық масса болды. Содан кейін 240-250 грамм ұнды електен өткізіп қосамыз. Бір кішкентай қасық қопсытқыш саламыз және қасықпен араластырамыз. Он кішкене көп немесе аз кетуі мүмкін, бірақ толық рецепті осы видеоның астына жазып қоямын, сол бойынша жасайсыздар. Қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Қамырды илеп, өте жұмсақ болып шығады. Содан кейін салафанға салып, тоңазытқышқа 10 минутқа алып қоямыз. Бірден печенье жасамайсыздар. Кішкене тыну керек және тоңазытқышта тұру керек. Тоңазытқышқа алып қоямын. Міне қамыр дайын. 10 минут тұрды тоңазытқышта. Содан кейін кішкене ұн қосып, себебі бізде қамыр жұмсақ, қолға жабысуы мүмкін. Аздап қана ұн қосып, жаямын. Оқтаумен жаямыз. Жұқа болғаны дұрыс, себебі табада піскен кезде печенье жақсы көтеріледі. Видеода көрсетілгенде өте жұқа етіп жаямыз. Дайын қамыр. Енді печенье жасауға арналған менде осындай түрлі формалар бар. Жұлдыз, гүл, жүрек тәрізді. Сіздерде басқа да формалар болса, сонымен жасай берсеңіздер болады. Немесе жаңағы стаканда аударып жасасаңыздар да болады. Бұл соншалықты формасы маңызды емес. Мен осындай арнайы формалармен барлық қамырды кесіп, печенье жасадым. Артық қамырды алып тастаймын. Мен печенье дайын. Құрғақ табаға сұйық май ештеңе құймайсыздар, бірден печеньені саласыздар. Печеньені салғаннан кейін ең төменгі отқа қоясыздар және қақпағын жауып қоясыздар. Бір 4-5 минутта осылай көтеріліп, печеньенің үсті құрғақ болады. Мені көріп тұрсыздар ғой, осылай жақсы көтеріледі. Содан кейін печеньені аударып қоясыздар. Тағы да айта кетейін, ең төменгі отқа қоясыздар, қақпағын жауып қоясыздар. Табанын және бір 2-3 минуттан кейін қараңыздар, қатты асты күйіп кетпесін. Тек осы видеода көрсетілгенде сарғаю керек. Тағы да қақпағын жауып қоямын табанын. Және мен 3-4 минуттан кейін пісті. Көрдіңіздер ғой печенье. Толығымен жақсы піседі. Іші де барлығы жақсы болып шығады. Енді тағы да алдыңғы печенье сияқты тура солай пісіремін. Құрғақ табаға печеньеларды саламын. Ең төменгі отта қақпағын жауып қойып, 4-5 минут әрқалай, кейде 3-4 минутта піседі. Көтерілгеннен кейін мен аударып пісіріп аламын печеньені. Ең төменгі отқа қойғаннан кейін 2-3 минуттан кейін қараңыздар, печеньенің асты күйіп кетпесін. Міне печеньелер дайын. Өте жақсы көтеріледі және толығымен піседі.
Дайын печеньенің үстіне қант ұнтаған себемін. Осы рецепт бойынша печенье дайындасаңыздар, комментарий жазып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Печенье толығымен піседі және дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.